Армысыздар ағайын. Менің аты жөнім Тұрбалат Өкехан. Мен нөмір 89-шы мектеп лицейінің 6-ғы Г сынып оқушысымын. Мен барша қазақстандықтарды Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығымен құттықтаймын. Сонымен қатар, ұлы ұстаз Ыбырай Алтынсарин атамыздың 180 жылдық мерейтойына арнаған өлеңімді қабыл алыңыздар. Ыбырай дана, Ыбырай дара. Қазақтың ұлы данасы, әдебиет атасы, биік тұрған бағасы, балаға берген батасы, ана тілден бастаған, сауатын ашып баланың, оқытты бастап рас қадам, қалың жұртын даланың. Ыбырай ата ұлтымның, ұлы ұстазы емес пе, балаларын жұртымның шығарған биік белеске. Кел балалар оқылық деген жылы үнімен, шақырды ұстаз өтініп, оқы деп күні түнімен. Үлгі болған әр ісің, қараймын теңіз ойыңа, өр рухыңдарсын ұрпақтардың бойына. Тәрбие, еңбек, жақсылық, аманат етті жастарға, жақты білім ошағын оқысын деп әр бала. Ойымда жоқ ұмытпақ, арманыма жетемін, ұлтым үшін ұлы ұстаз, сені ұлықтап өтемін. Шағаладай шарқ ұрам, жасасын ана тілімде, іздеймін әркез талпынам, шақырған өзің білімге.